сырлы фикір вестеклеріні білдірмек үшін өрнек тілі де пайдаланған. Әрбір қыз бұй, ана ола ве умыр китабыны сая ярдымы иле яза. Балалық чағындан ағышланған менділ ошлы бір масалыны аңдыра. Назик Фырлантаның өрнеклері живан қызының көңіл сырыны ача. Келінлер ярелеріне sevgi толы сатырларыны киев учқурлары үстіне алтын иплермен язғанлар. Бешік ортысы үстіндегі нағыш тоңғыч евлят ие жанмен бекленілгеніні білдіре. Парыл-парыл йылдыраған бала көзлері яш ана нағышлаған зингин евжиярларыны меракнен угрене. Вақыт кече. Тағдырлер кітабы тоқталмай языла. Қорантаның үлкен қызы нишанланды. Демек, Аллах ризасы иле Құран қапының өрнегінде esas omur yolu, nesiller devamı belgelenir. Böylelikle asırlar geçiyor. İnce iplerle, binlerle sözler basmağa basıla. Men özümni çok бақытлы insan sayam. Çünkü ecdatlarımның yolunu ve milli nağışının annelerine devam ettim. Allah'tan istegim budur. Туған vatanımızda aziz halkıma tınçlık, amanlık ber. Kurantalarımız sağlam, muhabbet ve çok balalı olsunlar.